Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы пайдаланушы функциялары мен процедуралары, рекурсия. Бүгінгі сабақтан Python бағдарламасында код жазуды үйренетін боласыздар. Рекурсия тек ғылым салаларында ғана емес, күнделікті өмірде де орын алған өте қарапайым құбылыс. Мысалы ретінде компьютерде веб-камераны қосып, оның экранын бейнеге түсіріп, сол мезеттің өзінде оны компьютердің экранында көрсетуді қарастыруға болады. Басқаша айтқанда тұйықталған цикл пайда болады. Рекурсияны анықтау үшін рекурренттік формуланы, рекурсияны тоқтату шарттарын білу керек. Оқушылар экранды тоқтатып, берілген мәліметті дәптерімізге жазып аламыз. Рекурсия математика мен информатикадағы негізгі ұғымдардың бірі. Программалау процесінде рекурсияны пайдалану арқылы бірқатар күрделі мәселелердің шешімі табылған. Информатикадан пәндік олимпиадаларда ұсынылатын көптеген есеп рекурсия арқылы шешімін тауып жатады. Рекурсия жұмысы бірінші суретте, яғни осы суретте көрсетілген. Рекурсия шекті немесе шексіз санда қайталануы мүмкін. Рекурсия шекті санда қайталануы үшін оны тоқтататын шарт болуы керек, ал шексіз санда қайталанатын рекурсия жұмысын программа жұмыс істеп тұрғанда тоқтату мүмкін емес. Мұндай рекурсияларды не программа жұмысын мәжбүрлеп тоқтату, не компьютерді өшіріп қана тоқтату мүмкін. Программалау кезінде рекурсия функция немесе процедура арқылы орындалады. Рекурсияның іс жүзінде қалай орындалатынымен танысу үшін төмендегі мысалдарды қарастыратын боламыз. Ең әуелі Python бағдарламасын өз компьютерімізге жүктеп алуымыз керек. Программаны жүктеу үшін мына сілтемеге өтеміз. Немесе осы көріп отырған видеомыздың астында, яғни описаниеде программаны жүктеу сілтемесін қалдырамын. Сол сілтемені басқаннан кейін міне мына жерден Python бағдарламасының ең соңғы нұсқасын жүктеп алуымызға болады. Бағдарламаны жүктеп алғаннан кейін өз компьютерімізге орнатып аламыз. Орнатып алғаннан кейін пуск C программе барлық бағдарламалардың ішінен Python'ды таңдап, мына бірінші батырманы басамыз. Бізге осындай бет ашылады. Бұл жерде кодты жазу үшін файл батырмасын басамыз, яғни жаңа бет. Міне осындай жаңа бет ашылады. Бұл жерде біз практикалық жұмыс ретінде 73-ші беттегі 3-ші мысалды қарастырып көрейік. A, B, C сандарының арасынан үлкен санын табатын программа құруда функция қызметін пайдалан. Бағдарламаны бастап кодты жазып көрейік. Оқушылар, міне біздің бағдарламамыз дайын болды. F5 батырмасын басып, программаны орындауға жіберейік. Алдымен жұмысымызды сақтап аламыз. Бұл жерде бізге бірінші санды енгіз деген хабарлама шықты. Және екінші санды енгіз деген хабарламаға шықты. Екінші санды енгіземіз. Бұл жерде біз үшінші санды енгіземіз. Және Enter батырмасын басамыз. Программа аяқталып, міне нәтижесін шығарды. Бұл жерде ең үлкен сан 25455. Оқушылар сабақтан біраз мәлімет алдыңдар деп ойлаймын.
Практикалық жұмыс ретінде Python бағдарламасында бірнеше кодты жазып үйреніңдер. Осымен сабағымыз аяқталды.